Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Бокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Видео OpenText арнасынан қазақ тіліне аударылған. Неге жаңа компаниялар жиірек жабылып, жетістікке жетпейді? Статистика бойынша ашылған компаниялардың 80% алғашқы 5 жылда жабылады. Осы видеода біз неге көп компаниялар жетістікке жетпейтінін айтамыз, және егер сіз бизнеспен айналыссаңыз немесе жоспарлап жүрсеңіз, бұл видео сіздің көп сұрақтарыңызға жауап береді. Әлемдегі көп кәсіпкерлер кезінде өз істерінің нағыз шеберлері болған. Бірақ уақыты келгенде, неге менің арқамда компания көп ақша табады, ал мен сол табыстың тек кішкене ғана бөлігін алуым керек деп өздерінен сұраған. Одан да бұл компаниядан кетіп, жеке бизнес ашып, бүткіл табысты өзіме қалдырамын деп шешім қабылдайды. Көп адамдар егер біреу бір істі жақсы білсе және сол салада өз бизнесін ашса, жетістікке жетеді деп ойлайды. Және бұл негізгі қателік. Шын өмір сіздің ойыңыздағыдай емес, және бизнестің техникалық жағын білу бизнесті құру деген сөз емес. Бизнестің техникалық жағы деген ол бизнестің жүруі үшін қажет қабілет. Егер сіз мейрамхана ашсаңыз, ол қабілет ас әзірлеу. Ал шаштараз болса шаш қырқу қабілеті. Анимациялық студия болса анимациялық суреттерді салу. Дәл осы қателіктің әсерінен көп өз ісінің мамандары жұмысты тастап, бизнес ашып, сосын бәрі өзгергенін түсінеді. Олар өз ісімен айналысып, бұрынғыдан көп ақша табамыз деп ойлайды. Бірақ жаңа қиындықтар пайда болады. Сату, маркетинг, клиенттермен қарым-қатынас, қаржы, заң бойынша сұрақтар, болашаққа жоспар, онымен қоймай осы бизнесті басқару керек, және тағы басқалары. Осының бәрін өзі жасауға тырысып, ол адам назарын бір нәрсеге аударып, бәрін жеткілікті дәрежеде орындай алмайды. Немесе ол тұтынушыларды таба алмайды, немесе продукты сата алмайды, немесе өз ісін бұрынғыдай жақсы орындай алмайды. Бұндай жағдайда не бизнесті жауып жұмысқа қайта тұру керек, не бизнесті жалғастырып, бірақ жақсы ақша таппайсың. Майкл Гербер өзінің The Muse Visited кәсіпкерлік мифіне оралу атты кітабында осы қиындықтарды шешуге көмектеседі. Бизнес ашып жатқан адамдардың ішінде осы 3 типке жататын адамдар бар. Бірінші қожайын, екінші менеджер немесе басшы, үшінші маман. Қожайын деген болашаққа қарай өз көзқарастары бар адам, және ол өз бизнесінің қалай дамитынын түсінеді. Оның құлшынысы жоғары, себебі ол өзіне нақты мақсаттар қойып дұрыс жолда екенін біледі. Менеджер бәрі жоспарланғандай жүріп жатқанын қадағалайтын адам. Тауарлар мен қызмет түрлері сапалы болуына дәл осы адам жауапты. Жұмысшылар өз істерін дұрыс атқаруына және жұмыс уақытында орындалуына жауап береді. Бірнеше сатыдан тұратын жоспар құрады, дедлайн орнатады және қателерді түзетеді. Маман жұмыстың көп бөлігін орындайтын адам. Ол бұл істі жақсы біледі және ол барлық істі сапалы орындайды. Біздің бәріміз осы 3 адамның қосындыларынан тұрамыз. Бірақ біз осылардың біреуінің ғана рөлін көбірек ойнай аламыз. Мықты кәсіпкер осы үшеуімен де бірдей айналыса алады. Егер сіз тек қожайын болсаңыз, ауадан жасалған қамалдарыңыз соғып, осы армандарды орындау үшін күш салудан бас тартасыз. Егер сіз тек менеджер болсаңыз, жоспарлар жасап, дедлайн қойып, қателіктерді түзеп, бизнесті сол дәрежеде ұстап қаласыз, бірақ оны дамыта алмайсыз. Егер сіз маман болсаңыз, сіз тек өз ісіңізбен айналысасыз. Жұмыстың техникалық жағынан басқа ештеңеге назар аудармайсыз. Бұлай кәсіпті дамыта алмайсың. Нағыз кәсіпкер қай уақытта қандай рөл атқару керек екенін түсінеді. Осылайша ол жұмысшыларды үйретеді, қадағалайды, болашаққа жоспар құрады және дамуға көмектеседі. Бизнестің дамуы әртүрлі бөлімдерден тұрады. Бірінші балалық, екінші жасөспірім шақ, үшінші жеке тұлға. Бұл адам өміріне ұқсағанымен, бұл жерде әңгіме бизнестің өмірі жайында. Балалықтан бастайық. Бұл бөлімде бизнес даму үшін басқарылмайды.
оны қожайын өз қалауы бойынша басқарады. Яғни бұл бөлімде бизнес толыққанды тек сізге ғана бағынышты және бәрі сізге байланысты. Осы кезде қожайын барлық істі жалғыз орындай алмайтынын түсінеді және уақыт аз болғандықтан продукттың сапасы нашар болады. Осылайша ол бәрі бұрынғыдай бола алмайтынын түсінеді. Сапаны сақтау үшін команданы көбейту керек немесе тұтынушылардың санын азайту керек. Жасөспірім шақ. Бұл бөлімде сіз өз бизнесіңізді дамыту керек екеніңізді түсінетін шақ. Енді бәрі өзгереді. Сіз көбірек жұмысшылар аласыз, бірақ жаңадан жұмысқа келген адамдар жұмысты сіз сияқты сапалы орындай алмайтынын көріп, оларды үйретудің орнына сіз ешқашан сіз сияқты жұмыс істей алмайды деп санайсыз. Сондықтан сіздің бизнесіңіз балалық шақта жақсы жүрді деп ойлайсыз. Көп кәсіпкерлер өз жұмысшыларын үйретпейді және персоналдың дамуына әсер етпейді. Сондықтан бизнесте дамымайды. Олар жай ғана жұмысшыларды жұмыстан шығарып, балалық шаққа оралады. Ал басқалары керісінше микроменеджментпен айналысады. Яғни қызметкерлердің әр қадамын жазып береді. Сосын олардың істерін аңдиды. Осылайша олар өз қызметкерлерін роботтарға айналдырады. Және оларға өз беттерінше шешім қабылдауға мүмкіндік бермейді. Аяғында жұмысшының әр қадамы қожайынның уақытын алады. Сол үшін ондай адамдар қызметкерлер санын көбейтіп, оларды үйретуден қатты қорқады. Көп компаниялар жасөспірім шақта қалады немесе балалық шаққа оралады. Бірақ кейбір адамдар қызметкерлер санын көбейтіп қана қоймай, оларды өз бетінше шешімдер қабылдап, жұмысты барынша сапалы орындауға үйретуге тырысады. Онымен қоймай, жұмысшыларды басқаратын менеджерлерді жалдайды. Осылайша ол жеке тұлғаға айналады. Жеке тұлға бөлімінде жұмыс қожайынның көмегінсіз жүре береді. Ал ішкі істермен менеджерлер айналысады. Ал қожайын тек осы менеджерлерді ғана басқарады. Яғни егер кәсіпті көлікпен салыстырсақ, менеджер деген көліктің рулі ретінде болады. Ал руль көліктің ішкі құрылысын басқарады. Ал қожайын болса жүргізуші болар еді. Ол негізгі жұмысты атқармайды. Бизнес дамыған сайын қожайын өз компаниясының продукттары мен қызмет түрлері туралы азырақ біле бастайды. Бұл бөлімде сіз компанияның үстінде боласыз және үстіден басқарасыз. Бұл бөлімдерден өтудің ең оңай жолы қандай деген сұрақ туындайды. Өкінішке орай, ондай жолы жоқ. Бірақ ең ыңғайлы жолы бар. Бизнесті құрастыруға дұрыс көзқараспен қарау керек. Егер сіздің кәсібіңіз жеке тұлға дәрежесіне жеткенде, сіз бір нәрсеге ұмтылу керексіз. Бизнес адамдарға емес, жүйеге тәуелді болуы маңызды. Мысалға, әлемдегі ең үлкен ресторандар желісін алайық. Макдональдс. Неге барлық елдерде Макдональдс компаниясының продуктілерінің сапасы бірдей? Себебі Макдональдс деген үлкен жүйе, ал жұмысшылар оның бөліктері. Бәрі жұмысшылар өз жұмысын дұрыс жасау үшін ұйымдастырылған. Әрбір гамбургердің жасалу рецепті әбден зерттеліп қарастырылған. Жұмысшылар бір істі қайталай береді. Болды. Егер біреу жұмыстан шықса, оның орнына келетін адамды да сол жасаған жұмысты жасауға үйретеді. Нәтиже болса өзгермейді. Егер бизнесіңіз адамдарға емес жүйеге тәуелді болғанын қаласаңыз, сіз компанияңыз франшизаға айналуы үшін бар күшіңізді салуыңыз керек. Кәсіп франшизаға айналу үшін бірінші жұмыс механизмі нақты түрде жазылған болуы керек және тренингке айналуы керек. Сонда кез келген адам осы механизмді жаттап алып, сол істің маманымен бірдей дәрежеде жұмыс жасай алады. Ең маңыздысы осы. Біріншіден, көп мамандар өз қабілеттері үшін үлкен ақша сұрайды. Екіншіден, егер бизнес бір маманға тәуелді болса, тауардың сапасы да сол адамға тәуелді болады. Ал егер оның орнына басқа адам келсе, дәл сол адамдай жасай алмайды. Екінші, тауар мен оның сапасын анықтаңыз. Бұл жерде сапаны арттыру емес, мәңгілік сапа туралы әңгіме болып тұр. Шаштарыңызға бара жатырмын деп елестетіп көріңіз. Шашыңызды кесіп, жуып, тарап береді. Сізге бұл ұнайды. Сіз онда екінші рет бара жатырсыз. Неге барасыз? Себебі сізге бұрын жасаған жұмыстары ұнады. Барсаңыз, онда сіздің шаштаразыңыз жұмысқа келмепті. Сондықтан сіз соның орнындағы жұмысшыға алдырасыз.
Жазын шаштары шашты қырқады, жуады, бірақ тарамайды. Енді сіз келесі жолы не болатынын білмейсіз және үшінші рет сіз онда бармайсыз. Демек, сіздің тауар әрқашан жоғары сапада екеніне көзіңіз жетуі керек. Егер сіз осы видеода айтылған кеңестердің бәрін орындасаңыз, сіздің компания 20% дамыған бизнестердің қатарына кіруі мүмкін. Осы видеода жаңа бір нәрсе білдіңіз деген үміттемін. Егер осы арнаны дамығанын қаласаңыз, осы видеомен достарыңызбен бөлісуді ұмытпауыңызды сұраймын. Видеоны қарағаныңызға рахмет және келесі видеода кездескенше.